Баяғыда бір бай болыпты. Оның үлкен бір тұт ағашы бар екен. Жаздыгүні сол тұт ағашының көлеңкесіне тұтын жеп, шайын ішіп, демалып, рахаттанып жатады екен. Бір кезде жаяулатып келе жатқан шаруа бір демалып алайын деп ұйықтап кетіпті. Оны көрген бай кет деп айқай салады. Шаруа сол кезде ондай болса маған көлеңкеңді сат дейді. Бай ақша туралы естігеннен көзі шоқтай жанып кетеді. Енді көлеңке шаруанікі. Көлеңке байдың бөлмелеріне түсіп бастайды. Бай бірақ қанша ашуланса да ештеңе істей алмайтынын білді. Бірде бай өз достарымен әңгімелесіп отқан кезде шаруа да өз достарымен келіп қалады. Шаруа байдың достарына орын босатуын сұрайды. Байдың достары неге екенін сұрайды. Шаруа сол сәтте мен көлеңкені сатып алдым дейді. Байдың мұндай әрекетіне достары ұзақ күледі. Мұндай масқаралыққа шыдай алмаған бай көшіп кетеді. Осылайша шаруа үйге де ие болады.